Сәлем балалар, бүгін 82-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Тігінші құс. Құйрығы ұзын, кішкентай құстың ұя салуы ерекше. Ол екі үлкен жапырақты беттестіріп, жиегін тігіп шығады. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты тігу үшін жіпті пайдаланады. Жіпті мақтадан немесе өсімдік мамығынан иіреді. Осылайша ұя дайын болады. Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Мәтін Қарлығаш хрестоматиясынан. Енді сұрақтарға жауап берейік. Кішкентай құс ұясын қалай салады? Дұрыс айтасыңдар. Алдымен ол екі үлкен жапырақты беттестіреді. Одан соң жапырақтың жиегін тігіп шығады. Оның ішіне мамық төсейді. Жапырақты ол тігу үшін жіпті пайдаланады. Жіпті мақтадан немесе өсімдік мамығынан иіріп шығады. Осылайша ұя салады. Екінші сұрақ. Ұя тігу үшін нені пайдаланады? Жіпті пайдаланады. Жіпті мақтадан немесе өсімдік мамығынан иіреді. Үшінші сұрақ. Бұл құсты неліктен тігінші құс деп атайды? Өйткені ол өзінің ұясын өзі тігіп жасайды. Сол үшін тігінші құс деп аталып кеткен. Төртінші сұрақ. Тігінші құс қайда мекендейді? Тігінші құс Үндістанда мекендейді. Екінші жаттығу. Орны ауыстырылып берілген сөйлемдерден мәтін құрап жаз. Менің анамның аты Назгүл. Ол өте өнерлі адам. Анам бізді ісмерлікке баулып келеді. Қандай сұрағына жауап беретін сөзді тап. Бұл мәтінде қандай сұрағына жауап беретін сөз өнерлі. Үшінші жаттығу. Меңзер бағытымен тігіншінің ережесін тауып жаз. Меңзер бағытымен нұсқап жүрсек, 7 рет өлшеп, 1 рет кес ережесі шығады екен. Төртінші жаттығу. Көйлектің сынын білдіретін сөздерді тауып айт. Көйлектің сынын білдіретін сөздер әдемі, ерекше, үлкен және таза. Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Солай көйлектің де сынын білдіретін сөздер осы сөздер. Балалар, сабақ аяқталды, сау болыңыздар.